Неге медик студенттерге кітап оқу керек? Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік деп Ғабит Мүсірепов атамыз айтқан. Кітап оқымасаң ойлана алмайсың, ал ойлана алмасаң проблемаларыңды дұрыс шеше алмайсың. Сол ойлана алмағандығымыздың себебінен елімізде проблемалар көп. Болашақ дәрігердің эмпатиясы көп, мейірімді болуы керек қой. Ал сен жай ғана қазақ романдарын оқышы, қазақ халқының басынан кешкендерін білсең, жүрегіндегі мейірім ұшқынын қалай пайда болғанын білмей қаласың. Және кітап оқудың тағы бір пайдасы тіл үйренуіңе көмектеседі. Кітап оқығанда сөздік қорың артады, ол өз кезегінде ана тіліңді жетілдіруге көмектеседі. Өз тіліңді жақсы білген сайын өзге тілді жақсы сезініп, тез үйренесің. Кітап оқудың пайдасын мен айтпасам да білесің. Жай ғана кітап оқуды бастау керек. Мен медик студенттерге арнап кітап оқитын оқырмандар клубын ашқалы жатырмын. Не только кітап оқу, көп тақырыптарды бірге талқылап, тұлғалық дамитын боламыз. Еще бонусқа 2 фарма курстар тегін берілетін болады. Бағасы небәрі 12.990 теңге. Клубқа жазылу үшін маған жекеме жазыңыз.